Ассалаумағалейкум көзі қарақты көрермен, эфирде білім байлық хабары. Бүгінгі хабарымызды біз Түркістан облысы Сайрам ауданы Шаттық бөбекжай балабақшасындамыз. Дәл қазір менің қасымда осы мекеменің меңгерушісі тұр. Ендеше өзімен жақынырақ танысайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Аты жөніңізді толық айтып өтсеңіз. Біздің балабақшаға қош келіпсіздер. Менің аты жөнім Бастыкова Азиза Сандыбайқызы. Осы Сайрам ауданы Шаттық мемлекеттік балабақшасының меңгерушісімін. Жалпы бүгінгі таңда қанша бала тәрбиеленуде, оларға тәлім тәрбие беріп жатқан қанша педагогтар бар? Шаттық біздің балабақшамызда, бөбекжайымызда бүгінгі таңда 280 бала тәрбиеленуде. 36 педагог кадр бар және 37 техперсонал. Жалпы кадр 73. Жалпы көріп отырмыз, балабақшаның кеңдігі, мынау әдемі аура дейміз, кірген уақытта білінеді. Материалдық техникалық базасына тоқталайықшы. Материалдық техникалық базасы өздеріңіз көріп отқандай, біздің балабақша бөбекжай 2 қабаттан орналастырылған. Бірінші қабатта 12 топ және асхана және тағы да басқа бөлмелер бар. Екінші қабатта тоже 6 топ бар. Одан кейін кабинеттер бар арнайы. Логопед кабинеті бар, балалармен жұмыс жасайтын. Сосын өздеріңіз жаңа көргендей әжелер мектебі кабинеті бар. Ол жерде консультативтік пункт жұмыс жасайды. Одан кейін әдіскердің кабинеті бар. Сосын музыкальный зал бар және спорт залы бар. Бұлардың бәрі балалар үшін арнайы материалдық базалармен жабдықталған. Барлық балаларға керекті жас ерекшеліктеріне сәйкес барлық материалдар, ойын орталықтары, дамытушы орталықтармен барлығымен жабдықталған. Сол екі орталықта жаттығу жасап отырамыз. Аттың шабысы қалай еді? Футбол. Айда, футбол. Жарайсың. Жаса. Bir, екі, үш. Яған, 1, 2, 3. Жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Бір-бірімізді соғыспаймыз. Енді ең басты назарда баланың қауіпсіздігі. Әр бала жеке тұлға десек, олардың қауіпсіздігі сіздерге тікелей байланысты. Камерамен жабдықталуы қалай? Бізде 12 топ, жаңа өзім айтып өткендей, ойын залында және жатын залында арнайы камералармен жабдықталған. Жаңа өздеріңіз кіріп көрсеңіздер де болады. Және барлық кабинеттердің ішінде камерамен жабдықталған. Одан кейін сыртқы камералармен де жабдықталған. Есіктен сыртқы камералармен жабдықталған және ішкіде. Қазір өздеріңіз тұрған мына фойенің өзінде де 2-3 камера тұр. Одан кейін арнайы балалардың қауіпсіздігіне арналған Сана компаниясымен келісімшартқа тұрғанбыз. Солардың арнаны фейзидей жаңадегі жұмысы жасап тұр. Техникасы жұмыс жасап тұр. Астында бірінші қабатта келген кезде таңертең барлық қызметкерлер және балалар сол фейзидейға арнайы түсіп тұрады. Енді осындай керемет балабақшаның жетістігі де көп шығар. Қандай жетістіктермен ауыз толтырып мақтана аласыз? Қандай іс-шаралар өтіп жатсыздар? Қандай байқауларға қатысып жатсыздар? Әрине, ауыз толтырып айтатындай жетістіктеріміз өте көп. Кадрлар мықты. Менде 36 педагог кадрдың біреуі зерттеуші, өзім бірінші санаттағы басшымын. Оның 12-сі сарапшы және қалған педагогтардың бар модератор. Бізде жай педагог жоқ, барлығы да санаттағы педагогтар. Жетістіктеріміз өте көп. Атап өтетін болсақ, былтырғы өткен оқу жылында біздер облыстық семинар бердік және аудандық семинар бердік. Одан бөлек біздер ұлттық құндылықтар біртұтас тәрбие аясында апта сайын апталық өтіп тұрады бізде сол жоба аясында. Соған қарай өздеріңіз білесіздер, қазір көптеген ұлттық құндылықтарға байланысты қолға алынып жатқан жұмыстар өте көп. Бізде республикалық деңгейде, облыстық деңгейде дене шынықтыру педагогы маманы бестемше республикалық ойындар жарысына барып облыстан жүлделі бірінші орынды жеңіп алып келді. Және республикаға жолдама алып, ол жақтан да жүлделі орынмен келді. Және де біздің аудандық, облыстық байқаулардың барлығында педагогтарымыз өзіміздің жыл тәрбиешісі,
және мынау көптеген аудандық байқаулардың барлығында жүлдесіз келмейді. Барлығы орындарымен келген. Әрбір ата-ана үшін өзінің баласының қалай балабақшада демалып жатқаны, қалай тәлім-тәрбие алып жатқандығы, не үйреніп жатқандығы алаңдатады. Қаншалықты ата-аналармен жиі байланыстасыздар? Ашық есік күндері қаншалықты жиі болып тұрады? Бізде айына бір рет ашық есік күні болып тұрады, бірақ сонда да біздің есігіміз күнделікті ашық. Өздеріңіз көріп отқандай, мына ертегілер елінде мобильді кітапхананы көріп отырсыздар. Бұл жерде ата-ана күнделікті таңертең немесе қолдары бос уақытта кешкісін балаларды алып кетуге келген кезде уақыттарын бөліп тұрып, мына мобильді кітапханада жұмыс жасайды. Ұлттық құндылықтар туралы өздеріне керекті барлық жаңағыдегі мағлұматты ала алады. Сонымен қатар бізде өздеріңіз жаңа көрдіңіздер, әжелер мектебінің бөлмесіне кірсеңіздер, арнайы жоспар тұр. Құрылған жоспар, ол жерде арнайы мамандармен құрылған жоспар бекітілген. Ол жерде балабақшамен қамтылмаған балалар болады. Сол балалардың бізде тізімі бар арнайы. Сол ата-аналармен тығыз байланыста сілтеме бойынша да жұмыс жасайды әлеуметтік желіде. Және де әр аптаның бір күнінде немесе дүйсенбіде мысалы логопед қабылдайды, немесе тәрбиеші қабылдайды. Ата-ананың өзінің сұранысына қарай күнделікті жұмыс жасап тұрады. Тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Одан кейін бізде спорттық шаралар, қандай байқаулар, кешегі аптада ғана күз мереке, күз береке үлкен жәрмеңке өтті. Біздің бақшамызда сонда ата-аналар белсене қатысты. Ал балалар бүгін сендермен қызықты ойын ойнайды де, көріп тұрғандай, алақан аяқтың табаны арқылы сендер жүріп өтесіңдер. Ал сендер оңға солға секіріп өтесіңдер балалар. Жайымен қауіпсіздік ережесін сақтап, жайлап жасаймыз балалар. Кәнекей 1, 2, 3. Күтеміз балалар, сабырлы танытамыз. Балалар барып келсін, сосын сендер жасайсыңдар балалар, бір-бірлеп. Балалар жалқаулық тастап, жаттығымызды жасаймыз балалар. Жарайсыңдар балалар. Балалар өте тамаша. Қошеметтеп қоямыз. Асықпаймыз. Келе ғой, орнына тұра ғой. Тұра ғой. Келесі балалар дайындалса. Жарайсыңдар. Балалар бұл ойында шапшаңдық және шыдамдылық қажет. Бір-бірлеп, әдемі, жай, күтеміз. Келсін, ойнап. Сызыққа бірінші болып жетеді, сол бала жеңімпаз болады. Бұраймыз. Болды, жарайсыңдар балалар. Жарайсың, болды. Сызыққа дейін бұрайды. Сызыққа дейін кім бірінші жетті? Сол бала жеңімпаз болады. Кім бірінші келді балалар? Жарайсың балалар. Бала бұрамыз, жеңімпаз бала бұрамыз. Енді әр баланың денсаулығы да өте маңызды. Мынау тамақпен қамтылуы, сапасына қаншалықты көңіл бөліп отырасыздар, табиғи өнімдерді қаншалықты жиі беріп отырасыздар? Бізде өздеріңіз білесіздер, 59-шы Санпидің талаптарына байланысты барлық біз прайс-листпен қарап отырамыз. Ас мәзірін бәрін арнайы диетистра маманымыз бар. Одан кейін аптасына бізде 2 рет жаңадағы жемістермен қамтамасыз етіледі. Одан кейін 5 күн бойында кәдімгі үздіксіз тамақтар 4 мезгіл тамақ күндігіне. Балалар өте қуанышты, ата-аналар қашанда жақсы пікірде, бізде рахметтерін, алғыстарын айтып жатады.
Сонымен қатар біз ұлттық құндылықтарға басымдылық беріп және ұлттық тағамдарға балалардың өсіп жетілуіне, дамуына өздеріне керекті дәрумендерді жеткілікті алу үшін әр жұмада бізде ұлттық тағамдар беріледі. Мысалы құрт, май сияқты, бауырсақ және де бешбармақ осылар беріледі. Ас мәзірі астында бекітулі тұр. Диетсестрадан да сұрап білсеңіздер болады толыққанды. Балалар, мынау қандай дыбыс? Біріншісі. Ол дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Мына дыбыс қандай дыбыс? Ш. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дұрыс айтасыздар. Не үшін ол дауыссыз балалар? Кедергімен шығып жатыр, я? Кәнекей ш деп айтып көрейікші? Ш. Екі тісіміз төмен түсіп, жағымыз кері тартылып, иегіміз ш дыбысы кедергімен шығып жатыр, я балалар? Дауысты ма, дауыссыз ба ш дыбысы? Дауыссыз. Ол неге дауыссыз балалар? Дұрыс айтасыздар. Дауыссыз дыбыстар кедергімен шығады екен, я? Кәне айтып көрейікші? Екі тісіміз бір-біріне тиіп, тіліміз шықпай жатыр, я кедергімен? Бұл жағынан қайда болады бұлар? Амасыздар ма балалар? Балалар жағдайлары қалай, жақсы ма? Жақсы. Тоқтың іші жылы ма? Ой, жарайсыңдар. Ой, қандай әрекет өтіп жатырсыңдар? Салауат ашу, я? Ш дыбысы ма? Ой, жарайсыңдар. Каусар, қандай сурет салып жатырсың? Мынау не? Кім бұл? Қоян. Қолында несі бар? Сабызы бар. Сабызды қайда алып барады? Себетке алып барады, иә? Ой, жарайсың. Жарайсың, Каусар. Мынау ата-аналарға, өзіңіздің тәрбиелеп жатқан кішкентай ғана бүлдіршіндерге, ұжымдастарыңызға бір жақсы тілегіңіз, пікіріңіз, айтар кеңесіңіз болса? Я үлкен рахметімді айтқым келеді. Осы салада жұмыс жасап жатқанымызда бірнеше жыл болды. Балабақшаның атынан және әріптестерімнің атынан біздің бөбекжайымызды таңдап келіп жатқан ата-аналарға үлкен алғысымыз шексіз. Қашанда біздегі өтіп жатқан байқаулар мен іс-шараларға белсене қатысады. Алғысымды білдіремін. Және біздің есігіміз қашанда ашық ата-аналар үшін. Біз сіздерді қуана қарсы алуға дайынбыз. Бізбен болғандарыңызға үлкен рахмет. Азиза ханым, міне кереметтей балабақшаның бір күндік жұмысымен танысып өттік. Мынау жұмыстарыңызға үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Шәкірт тәрбиелеуде ешқашан жалықпаңыздар. Ел басқаратын азаматтар, ел билейтін азаматтар осы балабақшадан өсіп өркендеп ұшырып шыға беріңіздер деген тілек айтқым келеді. Ой, рахмет. Сіздерге де рахмет үлкен. Қымбатты көрермендер, осымен бағдарламамыз тәмам. Әр шаңырақта Хан телеарнасы қосулы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.